Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен дәл осындай жұмсақ және де қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептісімен сіздермен бөліспекшімін. Бізге ең алдымен жылы сүт қажет. Бірденнен тұзымызды саламыз, 1 шай қасық. Және қамыр ашытқымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамыр ашытқа ергенге дейін. Қоспаларының барлығын міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Сонда толық нұсқасы болады. Жақсылап осылай араластырғаннан кейін бірденнен електен өткізілген ұнды саламын. Ұнның бірінші жарты бөлігін салып алдым, теңдей жарты бөлігін жақсылап осылай араластырамын. Сұйық болып қолға жабыспас үшін ең алдымен осылай кішкене қасықпен араластырып алуды жөн көрдім. Және де маған осылай жасаған ыңғайлы. Енді екінші бөлігін бірденен саламын. Осылай жақсылап, жұмсақ және де тығыз қамыр илейтін боламын. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап осылай шет-шетін жинақтай отырып, қамырды илеймін. Және де қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін салфанмен жауып, міндетті түрде жылы жерге бір жарты сағатқа қойып қою керек. Себебі құрамында дрожь болғандықтан кішкене көтеріледі. Міне дәл осындай қатты тығыз емес, өте әдемі қамыр шығуы тиіс. Бетін міндетті түрде жауып, бөлме температурасында тұруы керек. Міне қамыр дайын. Мен жақсылап бір илеген болатынмын тағы да. Осы қамырды теңдей 6 бөлікке бірденен бөліп аламын. Құрметті оқырман, егер де менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, және колокольчикті де басып қойыңыз. Менің бірде-бір рецептімді жіберіп алмайсыз, сондықтан да колокольчикті де басуды ұмытпаңыз. Міне дәл осылай теңдей 6 бөлікке бөліп алу қажет. Барлық 6 бөлікті де осылай шар жасаймыз, дөп дөңгелек етіп. Барлығын бірдей еткен дұрыс. Біреуін ғана алып қалып, қалғанын осылай салафанға тығыз ыдысқа сала отырып, шетінен жаямыз. Міндетті түрде қамырларыңыздың беті жабық болсын, себебі беті кеуіп кетуі мүмкін. Енді ұнды себе отырып, көп сеппейміз, кішкене ұн себе отырып, өте жұқа, максималды жұқа етіп жаюымыз керек. Өте жұқа етіп жайып болғаннан кейін бірденнен бетіне еріген сары майды құямыз. Бұл жерде майдың мендегі пайызы 72,5% сары май. Бір келке етіп қамырдың барлық шетіне осылай майды жағып шығу керек. Майды жағып болғаннан кейін бірденен осылай жақсылап дөңгелететін боламыз қамырды. Тығыздай отырып жақсылап ораңыздар. Себебі ауа қалып кетсе де болмайды. Сондықтан кішкене осылай орап жатқан кезде қамырды басыңқырайсыздар. Сонда ауа қалмайды және де тығыз оралатын болады. Бір келкі етіп, соңына дейін осылай ораймыз. Енді осы оралған қамырды ұлу тәріздес етіп, тағы да жинап шығатын боламыз, дөңгелетіп. Соңына дейін және де соңғы жағын кішкене астына қарай қайырып, қысып қойсаңыздар болады, ажырап кетпес үшін. Енді бетін жауып, тоңазытқышта ұстай тұрыңыздар, келесі қамырлар дайын болғанға дейін. Барлық 5 қамырды да максималды түрде осылай жайып, және де бетіне май құйып, орап шығатын боламыз. Және соңғы 6-шы қамырды ғана дәл осылай өте жұқа етіп жайып, бетіне 5 оралған қаттамамызды қоямыз. Пышақтың көмегімен осылай дәл видеодағыдай кесіп шығыңыздар. Әр оралған қаттаманы бетін жабатын боламыз. Мендегі жасалу әдісі осылай. Әр ас үй қожайыны өзінше жасайды. Мендегі тәсіл осындай болғандықтан жасап көріңіздер. Бұл да бір ерекше тәсілі. Міне осылай орап тығыздайсыздар тағы да. Және де бұл соңғы 6-шы қамырға май құйып, май жағып қажеті емес. Міне дәл осылай. Енді қамырдың барлығын біртіндеп жаятын боламыз.
қатты басудың қажеті жоқ, кішкене ғана салмақ салып осылай жайыңыздар. Және де қаттырек салмақ салсаңыздар жарылып ішіндегі майы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да қатты баспаңыздар. Осылай ұн сеуіп қажеті жоқ, үнсіз осылай жаямыз. Және де осы кезде табаларыңыз қызып тұруы керек. Жалпақтығы 20-21 сантиметр, ал қалыңдығы осындай болып шықты. Бір 2-3 миллиметрдей. Қызып тұрған табаға осылай пісіріп аламыз. Менде салған видеом түспей қалыпты, бірденен ауыстырып жатырмын. Міне, осылай қоңыр түстес болуы керек. Бетін жауып пісірсеңіздер де болады. Мен бетін жауып пісіріп жатырмын. Әр беті 7 минуттан 5 минуттан жай отта жақсылап пісуі керек. Барлық 5 қаттаманы дәл осылай пісіріп алуымыз керек. Міне, байқағандарыңыздай, менде табада май жоқ, көзге көрініп тұрған. Енді қалғандарын барлығын майсыз пісіре беремін. Міне, барлық қаттамаларымыз пісіп шықты. Қаттамалары піскен бетте ыстықтаймен бетіне сары май жағып отырдым. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен ішіне ешқандай салмадым. Өздеріңіздің қалауларыңызша пияз немесе көк пияз және де басқа да аскөктерді майдалап, турап қоссаңыздар болады негізінде. Мен де үйде балаларым осылай ұнататын болғандықтан осылай еш нәрсесіз жасадым. Сонда да өте дәмді болып шыққан. Егер де менің рецептім YouTube каналым ұнап жатса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Және де лайк басуды да ұмытпаңыз. Менде Аллах бұйыртса, әлі де көп рецепттер болады деген сенімдемін. Және де менің каналымда сізге қажетті көп рецепттер уже шығып қойған, сондықтан да міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.